Таңертең қалай ерте тұруға болады? Ерте жатып, ерте тұрып, біраз жұмысты тындыру әр адам үшін пайдалы болары анық. Ал кейде жай ғана жұмыс, сабақ үшін ерте тұрудың өзі қиын болып жатады. Егер сізде таңертең ерте тұра алмау деген мәселеңіз болса, бұл видео сізге арналады. Видеоны аяғына дейін көрсеңіз, ерте тұру үшін біраз кеңестерді біле аласыз. Бірінші, жатар алдында ертеңге қойып отырған басты жоспарыңызды ойлаңыз. Маңызды екенін есте сақтаңыз. Ертерек тұрып, тірлігіңізді тындырған соң бос уақыт қалатынын ескеріңіз. Екінші, ерте тұру үшін ерте ұйықтағаныңыз дұрыс. Күнде алдыңғы күннен 15-30 минут ертерек оянып үйреніңіз. Осылайша біртіндеп қажетті уақытыңызға дейін апарасыз. Үшінші, ұйықтар алдында ғаламторға кіріп, теледидар қарамаңыз. Себебі бұлар адамның жүйке жүйесін қоздырады да ұйқыны бұзады. Қою шай мен кофені де ұйықтар алдында ішуге болмайды. Түндегі тәтті ұйқы күніңіздің сәтті өтуінің кепілі екенін ұмытпағайсыз. Төртінші, ерте тұру үшін өз-өзіңізге көмектесіңіз. Ұйқыдан тұра сала жарықты жағыңыз немесе музыка қосыңыз. Терезелерді айқара ашып, жаттығу жасаңыз. Қимыл қозғалыс бар жерден ұйқы аулақ жүреді. Бесінші, ерте оянып қойыппын, жарты сағат жата тұруға болады. Сынды ойларға жол бермеңіз. Тұра сала жуынуға асығыңыз. Алтыншы, таңертең оянбайтыныңызға сенімді болсаңыз, оятқышты, будильник пайдаланыңыз. Ол үшін оны жаныңызға емес, өзіңізден алыс жерге қойыңыз. Таңертең шырылдағанда оны өшіруге жеткенше ұйқыңыз ашылуы мүмкін. Жетінші, таңертең ерте тұру күні бойы сергек жүрудің кепілі. Осыны жадыңыздан шығармаңыз. Сегізінші, ұйқымды ашамын деп төсекте жатып, теледидар қарап немесе телефоныңызды ақтармаңыз. Жаңалық тыңдауға асықпаңыз, өйткені төсек жиналмай, ұйқыда сізден алыс кетпейді. Тоғызыншы, ұйқыңызды ашу үшін, сергектікті сезіну үшін кофе немесе бір кесе су, болмаса алма жеңіз. Бұл ұйқыңыздың ашылуына көмектеседі. Оныншы, таңертеңгі астан бас тартпаңыз. Ұйқыдан кейін тамаққа тәбетіңіз тартпауы мүмкін. Бірақ таңғы ас күні бойғы ағзаңызға қуат берер күшке ие екенін ұмытпағайсыз. Егер де арнаға тіркеліп қоңырау шамын басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді.